Сәлем достар, біздің каналымызға қош келдіңдер. Бүгін обложкада көріп отырғандарыңдай 3 блогердің пранкін сендерге ұсынатын боламыз. Әңгелік каналындағы Анеля мен Ауылдан Сәлем каналындағы Жансаямен біз ойын ойнайтын боламыз. Бұл жерде олар бізден алыста болғандықтан бізде осындай жаңағы карточка жасадым. Осы карточканың ішінен Ақбота Анелямын деп таңдайтын болады. Ал Алихан Жансаяның орнына таңдайтын болады. Осы карточканың біреуін таңдап аласыңдар. Соған орай олар пранк жасайды. Міне бұл жерде өзіме пранк, анама пранк және де көршіге пранк деген осындай карточкалар бар. Ақбота бірінші алады. Ақбота Анелямын деп таңдайтын болады. Қанеке Анеляның карточкасын ал. Өзіме пранк деген шықты Анеляға. Біз Анеляның мамасынан керемет пранк күтетін боламыз. Ал енді Алихан Жансаяның орнына таңдайды. Ал Жансаямын деп таңда. Қане, маған берші. Ал Жансаяға көршіге пранк деген түсті. Жансая, сенен көршіңе жасаған қызықты пранкты біз күтетін боламыз, Ал бұл жерде соңғы қалған карточка бізде ол өзімізге анама пранк деген карточка түсті. Яғни екеуі маған арнап пранк жасайтын. Мен қазір қыздарға жасайын деп жатқан пранкты қыздар мүлде білмейді. Бұл келісіп алған жоқпыз. Сіздерге білініп тұрады ғой енді келіскен, келіспеген пранкты. Қыздар шынымен ұйықтап жатыр. Анеля жаңа сабақтан келді да, сөйтіп шаршап түсте ұйықтап қалды. Не зат? Күшті заттар алыпты қыздар. Үшін сабақтан келді, ұйықтап қалды. Енді мен қазір оған қатты ұйықтап жатқан кезде бетіне фломастермен точкалар қойып шықтым деп тұрды. Сосын мектепте болмаса папасымен келе жатқан жаңа шоколадтар жеген, сол шоколад жақпады ма, бетіне бірдеңелер шығып кетіпті ғой дейміз. Сосын реакциясын көреміз да. Мен ойлаймын, қатты қорқып кетпейді шығар деп, қызы ғой енді все-таки бетін бүйтіп жүреді да. Мен іштен бір қызыл түс аламын қазір жұтып. Қызыл енді екі қызыл тұр. Ойбай, мына қызыл жоқпайды ғой. Басқа цветтен де точка қоя берсем бола ма екен? Жасыл түс болса қайтеді екен? Жасыл түсте болады екен, давайте. Жасыл түсті алайын. Фломастерлердің ішінен таңдап жатырмын ғой. В общем, қазір жасыл түсті аламыз. Қазір сіздерге көрсетемін. Қыздардың Анеляның ұйықтап сіздердің көздерін шебетіп точкалар қойып шығамыз. Сосын оянғаннан кейін қайттан түсіреміз сіздерге видео. Анеля телевизор жаққа ұйықтап қалды. Жасыл фломастерді алып келдім. Қазір көрсетемін сіздерге. Міне ұйықтап жатыр. Шынымен де қатты ұйықтап жатыр. Міне сіздерге көрініп тұрған жүр. Бантигін шешпейді сабақтан келгенде. Қалың қылып білет жабылып. Қатты ұйықтап жатыр. Достар, общем, көрдіңіздер, бетіне точка қойып қойдым. Енді ойланып тұрмын, өзі кете ма? Мен қолыма салып едім, что-то кетпей жатыр қолыма жазғаным. Ертең сабаққа барады, беті кетпей қалмай ма әйтеуір. Ойыннан от шығып пранкым шынымен беті точка болып қалмай ма екен? Мен ұрыс естіп қалып жүрмейін Анелядан. Үшін көреміз қазір не істейтінін. И дым сезбей жатыр ғой. Үшін мен жаймен аккуратно шуламай
бетіне қойдым точканы. Мен қазір үй жинайын деп жатырмын. Қыздар ұйқыдан тұрғасын түсірем қайтадан видео. Шаршап ұйықтап жатсың ғой Ангелік. Сабағың оқымайсың ба? Жедің ба, Анеля? Не жедің мектепте? Шоколад па, бірдеңе жедің ба? Пирожки жедің ба, жақпай қалды ма саған? Бетіңе бірдеңелер шығып кетіпті ғой, Анелік. Шоколад па, бірдеңе жеген жоқсың ба, сок ішкен жоқсың ба? Бетіңе бірдеңелер шығып кетіпті. Көрсей жүр, не ол? Не болды? Білмеймін, шоколад па, бірдеңе жеген жоқсың ба? Бір сок бар еді ғой саған, жақпай қалатын. Сіз жеген жоқсың ба? Білмеймін, бірдеңелер шығып. Бірден доғдырға звондаймыз ба? Кетеді шығар қазір. Денелеріңе шығып кеткен жоқ па екен әлде? Ауырып тұрған жоқсың ба? Бүгін ешқандай тәтті жеген жоқ. Бояумен не? Ой, фломастер ғой. Бояу емес, фломастер емес. Тұр, Анелік, немене Аякуш екеуіңе пранк істеуге болмайды? Тым өтпей қалады пранктары. Біліп қойдың ба не, фломастерген біліп тұр ма не? Азанда оқығаның жақсы жері. Келеді түсте бір ұйықтап алады. Бантигін шешпейді біздің Анелік. Бантикпен әдемі қыз бұл ұйықтау керек бантикпен. Кәні маған қараш кетіп жатыр ма? Кетеді екен ғой. Мен жаңа уайымдап қалып ем. Мен жаңа қолымда болған ыдыс жуып едім, кетіп қалды. Сенде бетіңмен ыдыс жу кетпей жатса. Достар, мен пранктарым, короче, мен қыздарға пранк жасамаймын енді. Бірақ ұйқыдан тұрғанда қорқып кеттің, е? Бетіңе не болды дегенде, е? Айтсай, хотя бір жерде қорықтым деп айтшы. Бір жерде қорықтым. Достар, біздің Анеля екеумізден осындай пранк шықты. Шама болса да Анеля қорықты, соған да қуанып тұрмын. Біз бұл видеоны Ақбота мен анасын қолдау мақсатында түсірдік. Сіздер де оларды қолдап, Ақботаны қолдап, үнемі видеоларын көріп, лайкты аямай басып, лайк деген тегін достар, қорықпай баса беріңіздер. Және каналына тіркеліп, қолдап жүріңіздер. Ал біздің пранк сіздерге ұнады деп ойлаймын. Идеяларыңыз болса, комментарияға жазып жіберіңіздер. Біз осы каналды, осы сіздер көріп отқан каналдағы комментариялардың барлығын оқимыз. Негатив жазбаңыздар. Жазбаңыздар, негатив, тек қана жақсы сөздер жазыңыздар. Келесі видеода деп айтпаймыз ғой. Біз келесі пранк кімнің пранк еді? Қазір Жансая пранк жасайды шығар енді. Ары қарай видеоны жалғастырып көреміз, достар. Вау! Саған ұнады ма? Я, мә Анелияның орнына мамамен өзімді қойып кеттім ғой. Ана ұйқыдан тұрған кезде бетің жара басып кетсе, ол жаман емес па? Хорошо, что ол пранк. Тура осы ойды мен де ойладым. Анелияның орнында мен болсамшы, мен ұйқыдан тұрсам, бетінде жара тұрса. Қорқынышты ғой, ә? Не деген керемет пранк. Анасына респект. Анелияның анасы күшті пранк ойлап тапқан екен. Достар, бүгін сендерге бомба пранктар болайын деп тұр ғой. 3 каналдан бір видеоның ішінде өздерің ойлаңдаршы, 3 в одном болып тұр ғой сендерде. Керемет, достарымыздың қолдауына рахмет. Ақбота мен анасы каналына осындай қолдау көрсеткілер келді. Анеля мен Жансая арқаларынан ілесіп келатқан жас канал, қазақша канал, білесіздер, е? Ал кәнеке Ақбота мен анасы каналына тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта осындай бірлескен видеолар болып тұрады. Ал келесі кезекте ауылдан сәлем. Ауылдан сәлемнің пранкын қабыл алыңыздар. Біздің орнымызға Алихан алды, е? Көршіге пранк түсті ғой бізге. Көп ойландық, достар. Көршіге пранк жасайтын болдық Жансаяның 2 құрбысына. Жоқ, мама қайдағы? Достар, айтыңдаршы, Жансая мені көндіре алмай отыр. Анасына жасаймыз дейді. Енді ол анасын мен 2 рет көрген. Ол қалай болады? Ол кісінің күн дұрыс түсінбейтін шығар. Сіздер қалай солай ойнауға бола ма деп өкпелеп қалсаң істейміз? Жоқ, мам, пожалуйста, мамасына, мам, пожалуйста. 2 құрбыңа жасасайды, көрші домда тұрады, 2 құрбысы. Соларға барып туған күнім деп шақырып кел деп жатырмын. Жоқ, сіздің туған күніңіз деп айтамыз мамасына. Жоқ. Давайте, достар, Жансаяны шығарып салайық. Жансая үйге құрбыларын өтірік қонаққа шақырып келеді. Бірақ мамасын. Болмайды олай, Жансая. Мамасын
шақырайықшы. Жансая келіскен жоқпыз ғой бағана. Сен айттың ғой үй құрбын шақырып келем дедің ғой. Жоқ, мамасына болады, мама. Құлма. Бізде Жансая тарелкаға салып алып қазір. Иә, әдемі ана қызыл бауырсақтардан сал, әдемі көрінеді. Ал жерге түсіріп алмай енді. Мамочки, бірақ мамасына жасамайсың. Жоқ, мама, пожалуйста, мамасына. Қойшы, мамасына жасамайсың. Давай аяғыңа киіп ал. Давай, мен терезеден қарап тұрам. Кет бара жатыр. Жансая өзің құрбыңа істе, мақұл. Ана домда тұрады. Қазір ана екінші подъездге кіреді. Өзің құрбыңды шақыр менің. Шықты Жансая. Үміттеніп тұрмын, қатты бір ештеңке бүлдірмеген шығар деп. Не қуаныштысың? Не қуаныштысың? Бірдеңке бүлдірген тұр ғой мынау. Өзің құрбыңа жасадың ба? А? Өзің құрбың шақырдың ба? Бош де, шыныңды айтып, мен шыдай алмай жатырмын. Шыдай алмай жатырмын. Бол. Қазір өтіп алайыншы. Көш отырмай-ақ қойшы, оған не отырып? Қазір айтам. Жоқ, қайға отырып алмақшысың, не болды Москвадан келгенде? Бош, шыдай алмай жатырмын. Кімге айттың? Өзің құрбың деп айтшы, мамасы емес қой да. Мамасына айттым. Мә Жансая соңғы сөзінде олай келіскен жоқпыз ғой. Жарайды, мама екі құрбыма айтам дедің ғой. Жоқ, мамамның туған күні келіңіз, тез келіңіз дедім. Қазір ма? Дәл қазір или кешке ма? Дәл қазір келіңіз дедім. Шыныңды айтшы. Қонақтар келіп жатыр дедім. Қонақтар келіп жатыр? Күтіп отырмыз дедім. Сен ойнап айтып жатсың қазір. Көрем. Шынымен. Құрбыларыңа жасадың ғой да? Жоқ, қазір керек көресің. Қой, әшейінде ұялушы едің ғой. Қалай сен оны айттың? Қалай айттың оны? Қоя ғой, сен ұяласың ғой. Ұялмай айттым. Қой, ойнамас Жансая. Келе тұрман, келе жатыр, айна. Қой Жансая, сенбеймін саған. Ке, отыр шайымызды ішіп. Мама шықты, әне, келе жатыр жасылдағы. Ей, мақау құма. Я, сылай қой. Мама қалай тұрам? Өйла, қолымда ше сыйлығы бар ғой, достар. Жансая, не бүлдіріп жүрсің? Күші болған достар. Жансая, сен айттың ғой, жан, достарыма жасайым дедің ғой. Ұлжанға жасайым дедің ғой сен. Жоқ, Ұлжан сабақ орында отыр екен. Өйла, масқара. Мама күшті пранк. Еще қолында подаркасы бар ғой. Жансая. Кім білмегенде сөйтімді ішіп отыр. Мама, мен шақырған жоқ. Жансая. Мама, мен шақырған жоқпын. Есе Ұлжан мен әпкесіне жасайым деп айттың ғой, Жансая. Біз олай келіспедік қой, жан есіктен шығып бара жатқан кезде айттың ғой сен. Жарайды, Ұлжан мен әпкесіне жасайым дедің ғой. Әпкесі сабақ екен, Ұлжан сабақ орында отыр. Келе жатыр. Күтсеңіз, мама өзіңіз айтыңыз. Достар, мен кәдімгі я в шоковом состоянии, кәдімгідей. Жансая, давай, сау бол. Есікті жап. Мама ауырып жатыр дейші. Жансая, мен ұяламын. Айтшы, мама ауырып жатыр деп айт. Мама, сіз давайте. Жансая, бұлай келіскен жоқпыз. Сен айттың ғой, Ұлжанға жасаймын дедің ғой. Сонда маған да плюс пранк жасап тұрсың ғой сен. Не деп айтам қазір? Мен оның кісіні 2-ақ рет көргем ғой. Бұлдатып отыр. Шынымен ба? Масқара емес дей ма? Есікті ашпай қойсақшы. Үйінде ешкім жоқ екен деп қойды екен. Мен қалай қараймын? Сонда мама, бірақ мен болды ғой. Келген. Жансая, ол кісінің көзіне қалай қараймын? Мен ұялып жатырмын. Мен құрдасым емес. 2-ақ рет көрген қуасымадым сөйтіп. 2-ақ рет көрген адамына пранк жасай ма? Бізден шығып отыр. Не істеймін? Позор. Осындай. Бар, ашы, бар. Жансая, сен ашы, бар. Бош. Достар, міне мама ашын келатыр. Жақсы, соған күніңіз құтты болсын. Сізге. Оля, Гүлдана, бірдеңе айтсам, ренжімеңізші. Келіңіз, пожалуйста, жеңіз.
ойбай сізге есігімізді әрқашанда ашық қой. Мына қызым пранк жасаған ғой сізге. солай ма? Менің туған күнім көктемде ғой. Бүгін сонда туған күніңіз емес па? Пранк болсын да. Мына шындығыз видео. Қош видеоңды түсірсең, осындай кезде видео түсіремін, а тасташы, түсірсей деп тасташы. Бля, ұят болды гүлден ренжімеші. Жүріңіз кәдімгі крашечін деп жатыр еді. Ойбай, керек емес еді мына туған күні дегенге жүгіріп, жүгіріп деп әдемілеп жүре беремін сізге. Өшіп кәмпиттеріңді алып келіп барып. Сонымен ана достардың арасында сондай пранк жүріп жатқан ғой. Көршіге пранк деген бұл есіне шығарып қандай мама бауырсақ жасап беріңізші. Мен екі құрбыма барып пранк жасап қайтамын деді да, үйге шақырамын деп. Сонымен екі құрбысын шақырады екен деп түсірдім да тырқылдап нарда шай ішіп отырсам, сізді шақырдым деп тұр ғой. Мен ол сенген жоқпын, до последнего сенген жоқпын ше. ондай ғой, актриса алып мықты екен жасайын. Сен деп тұр, дайындалып жатыр, тәл қазір келіңізші деп жүгіріп, ана сыйлыққа не сыйласам екен деп қолыма ілінген. Достар, біздің пранк осындай болды. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Ақбота мен анасы каналын қолдап, тіркеліп, керемет жаңағы Анеля мен анасы айтқандай керемет комментарий жазыңыздар, хейт жазбаңыздар, я. Ал достар, сіздерге рахмет. Ал енді Ақботаның анасына жасаған пранкын көрейік. Осындай нәрсемен ойнауға бола ма, Алихан? Иә. Жүрегімді ұшырдыңдар ғой. Мә, ойлап тапқандарың осы болды ма? Сен ойма деген ана жақтан жүгіріп келем дегенше бар ғой. Қаншама ойлар келіп кетті ғой. Мә. Өткенде подвалда деген видеоны түсірген кезде осының ішінде ағашы түсіп қалып еді ғой. Бірден сол ойыма түсті ғой. Өлі ағашы түсіп қалған еді. Сол жерден түсіп кетті ма бұлар деп ше. Ой. Аяқ қолым деген дірілдеп кетті ғой, масқара. Бұлар да бір ойнайтын нәрсен тапқан екесіңдер. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Сіздерге видео ұнады деген ойдамыз. Біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Алдағы уақытта сендермен қызықты видеолармен бөлісетін боламыз. Сау болыңдар.